Назар аударыңыздар. Бұл шығарылым сіздерге түсінікті болу үшін мен Армани қазақ ұлы туралы видео жасадым. Жалпы Нұрлан қалам туралы жасаған айсбергім сіздерге жестко өтіп кетіпті. Соның жалғасы ретінде мен Армани айсбергін жасадым. Жалпы мен бір жыл бұрында Армани айсбергін жасаған болатынмын. Ал бүгінгі шығарылымдағы Армани айсбергі бір жыл бұрынғы Армани айсбергінен әлде қайда ерекше болады, әлде қайда күрделі болады. Және де сол кездегі Армани айсбергіндегі айтылмай кеткен нәрселерді бүгінгі шығарылымдағы Армани айсбергімен толықтыратын боламын. Ал олай болса мен Армани айсбергімді бастаймын. Арманидің шын есімі Арман, жай ғана И деген әріпті қоса салған ғой. Арманидің жасы 25-те. Армани 2001 жылы 24 сәуір күні Қарағанды қаласында дүниеге келген. Қазіргі таңда оның каналында 299 мыңнан астам жазылушы бар. Оның каналында 1000-нан астам видео бар. Оның каналы 2015 жылдың 23 мамырында ашылған. Оның ең көп просмотр жинаған видеосы 5.800.000. Бүкіл видеоны қосқанда 73 миллион просмотрды құрайды. Оның ең алғашқы видеосы 2016 жылдың 25 маусымында салынған. Бірақ кейбір деректерге сүйенсек, Армани видеоларды динозавр пайда болғаннан бері жасап келе жатыр. Ең басында динозавр пайда болыпты, содан кейін Армани пайда болыпты. А содан кейін вроде видеолар пайда болған сияқты, осындай жағдай, короче. Қазіргі таңда Арманиде бір ғана YouTube арна, екінші YouTube арна ашуға ойы жоқ. Сонымен қатар ол өзінің инди-хоррор ойындарымен танымал болған ютубер. Жалпы Арманиді хоррордың атасы десек те болады ғой негізінде. И оның YouTube абасы туралы айтатын болсақ, жалпы YouTube каналы ашылғаннан бері бар секілді. Меніңше легендарный сияқты бұл вообще. Айтпақшы, бұл оның бұрынғы видеоларындағы интролары. Ең қызығы Армани түрін ең алғаш рет осы видеода көрсеткен, яғни Mr. Hobbs Playhouse 2 ойынын түсірген кезде. Сонымен қатар Армани YouTube'дан бөлек басқа да әлеуметтік желілерге де контент жасайды. Қазіргі таңда оның TikTok каналында 11.100 мыңнан астам жазылушы бар. Бірақ Армани бұл жақта тек қана YouTube видеоларындағы нарезкаларды ғана салады. Сонымен қатар оның Instagram'ында 596 тіркелушісі бар. Осы уақытқа дейін тек қана бірақ бұл посттың салынғанына уже 4 жыл өтіп кеткен екен. Арманидің бұрында каналының аты Армани сызықша Казахол емес, Армани сызықша Қазақша Horror Let's Play болған. Және де Арманидің 200 подписчикке рахмет достар деген видеосында жалпы біз Нұрлан қаламның бұрынғы каналы, яғни Райман Channel каналын байқай аламыз. Жалпы Арманидің ютубтағы ең жақын досы бұл Нұрлан қалам екенін көбісі білет деген ойдамын әрине. Сонымен қатар Армани Нұрлан қаламның қазақша канал ашуына себепкер болған ютубер. Сонымен қатар бұл екеуін адал достар десек те болады, өйткені Нұрлан қалам Арманиге Poppy Playtime Chapter 5-ті Steam'нан сатып алып берген болатын. И ең қызығы бұл екеуі адал достар болса да, бірақ шын өмірде вообще кездеспеген. Тоже қазақ ютуберлерден тек қана Армани Нұрлан қаламмен қана коллаборация жасаған. Сонымен қатар Арманидің Бека деген досы бар.
Армани онлайн ойындарға онша қызыға бермейді. Арманидың сүйікті анимесі Наруто. Армани загадкаларды онша ұната бермейді, ал оның реакциясы. Армани қытайша түсінбейді. Армани видеоларды 2-3 күн сайын шығарады. Арманидың кейбір видеолары детский контент. Армани кей кездері өзінің подписчиктерімен әзілдесіп тұрады. Телефонға бір нәрсе келді ғой. 1 миллион теңге келді дейді. То есть ештеңе емес. Арманидың қазіргі таңда қызы жоқ. Арманиді қатты қорқытқан ойын FNAF 4. Өте қорқынышты кеттік, ал бастайық. Армани Cuphead ойынын түсірген, және де сол ойында Арманиға қиын болған босс ол осы сиыр. Босс, нокаут, наконец-то. Армани Фреддинан Фанкин ойынын түсірген, және де сол ойында Арманиға қиын болған босс ол осы. Армани Plants vs Zombies Fusion ойынын түсірген, және де сол ойында Арманиді таң қалдырған бір зомби бар. Чарльз Бот еще раз. Бум, все. Кім өткетті? Армани GTA 5 ойынын түсірген, және де сол ойынды түсіргені логично. Армани Genshin Impact ойынын түсірген. Арманиді депрессия қылған ойын Miside. Армани дәрігер болып жұмыс жасайды. Армани сапалы контентті өте сирек жасайды десек те болады, өйткені ода уақыт жоқ дегендей. Жалпы осыған да шүкір. Жалпы дәрігер жұмысы мен YouTube жұмысын бірге алып жүру бұл өте қиын деп ойлаймын. Менің ойымша Арманидың көбінесе ойындар түсіру себебі өйткені ол дәрігер жұмысына байланысты деп ойлаймын. Сонымен қатар өзіміздің қазақтар жасаған ойында, яғни қылмыс туралы ойында біз Арманидың 10 жасында түскен суретін байқай аламыз. Жалпы кейінгі кездері Қазақстанда ойындар көбейіп жатыр десек те болады. Армани влог түсіріп көрмеген, бірақ бір күні мен влог түсіремін деп айтқан болатын. 2022 жылдың 16 қаңтарында Армани Майнкрафттан толығымен кеткен болатын, яғни прохождениясының. Армани стрим істеген ғой, тек қана бір рет қана. Меніңше мынау адам дұрыс айтып жатқан сияқты. Армани стрим жасап көрген, тек қана бір рет қана. Баяғыда мен қателескен екенмін, Армани стрим жасап көрмеген деп. Армани 3 тілде сөйлей алады. Мысалға, олар қазақ тілінде, орыс тілінде және де шет тілінде. Сонымен қатар біз Арманиді переводчик десек те болады, өйткені ол біз түсінсін деп барлық орысша тексті қазақшаға аударады. Жалпы өзімде орысшаны Арманидың видеосын көріп өскеннің арқасында үйренген болатынмын. Бұл үшін Арманиге респект. Сол үшін мен Арманиді жан-жақты деп айта аламын, өйткені ол дәрігер болып та жұмыс жасайды, ютубер болып та жұмыс жасайды. Тоже переводчик десек те болады. Сонымен қатар Армани бұрында каналын орысша жүргізген. Қызықты факт. Жалпы Арманидың тұратын қаласында, яғни Қарағанды қаласында көп адам күнделікті өмірде орыс тілін жиі қолданады екен. Арманиде қазіргі таңда күміс батырмасы бар, бірақ бізге оны әлі видеосында көрсеткен жоқ. Ең қызығы, Армани компанияларға реклама жасамайды. Өйткені мынаншама подписчигі бар ютуберге жалпы спонсорлар жазбауы вообще мүмкін емес қой негізінде. Либо Армани подписчиктерін ойлағандықтан компанияларға мүлде жоламайды деп ойлаймын. Компания дегенде мен тек қана букмекерлік компанияларды ғана айтып тұрған жоқпын, жалпы басқа да нормальный компаниялар бар ғой негізінде сенуге болатын. Бірақ Армани нормальный компанияға болса да жоламайды. Өйткені ол популярный ютубер. Армани ютубтағы монетизациядан бір айда табатын табысы 54 мыңдай теңге. Білмеймін, дұрыс таптым ба? Social Blade маған солай айтты. Қысқасы Армани ютубтан қосымша табыс табады десек те болады, өйткені мен жоғарыда айтып өткенімдей Армани дәрігер болып жұмыс жасамайды бе? Арманидың осы уақытқа дейін бірде бір рет болсын боқтағанын байқаған емеспін.
Сіздер Армани айсбергінің өте төменгі жағына қарай түсіңіздер, және де бұл жақтағы мәліметтер өте күрделі болады, сондықтан да мынау 3 видеоны көріп алыңыздар. Потом мен түсіндіретін боламын. Ондайды осуждаю, жүгі болмайды шашты. Потом сенде операция жасауға тура келеді. Дейді, бұрыннан көретінмін, сізге көп операция істеген дейді. Я операция істеген жүрекке. Ол кездегі басты мәселе, ол мен операцияда жаттым. Я жүрекке операция жасады маған. В общем, түсіндіңіздер деген ойдамын. Жалпы, яғни Арманидің жүрегінде кішігірім ақау болған, содан кейін оны операция жасатып дұрыстаған. Ал енді Арманидің подписчиктарынан жасыратын нәрсесі ол өзінің руы. Жалпы мен Арманидің руын білген кезде өзімде таңғалып қалған болатынмын. Арманидің руы алшын. Не себепті таңғалдым деп атқан болсаңдар, өйткені өзімнің де руым алшын ғой негізінде. Қысқаша, доказать болмайды, алшын десайын алшын бол. Видео өз соңына жетті ғой. Әзірдегенде Армани туралы айсберг қызықты болды деген ойдамын. Ал Армани, осы видеоға өз бағаңды беріп кетсең? Нормальный видео екен, нормальный. Күлкілі деп айтуға болады. Ал мен видеоның соңында не айтамын? Видеоның соңында осы видеоға лайк басуды және де осы каналға жазылуды және де колокольчикті басуды ұмытып кетпеңіздер. Айтпақшы, Арманидің де каналына жазылуды ұмытып кетпеңіздер. Ссылкасы описаниеда.